Тарих беттерін тұрақтасақ, Шымкент дендросаябағының құрылуы 1979 жылдан бастау алады. Бұл жылдары саябақ қоқыс тастайтын орын болған екен. Дендросаябақ белгілі қоғам қайраткері Асанбай Асқаровтың бастамасымен бой көтерген. Сол себепті 2018 жылы 23 қазан күні қоғам қайраткерінің есімін беру туралы шешім қабылданады. Ағаштар саны 500 мыңнан астам. Шөптесін өсімдіктер саны 1.360.000. Шымкент дендрология саябағы жер шарының түкпір-түкпірінен жинақталған ағаштарға бай. Көктерек, балқарағай, самырсын және магнология ағаштарының көшеті егіліп, түрлі 584 өсімдік өсірілуде. Және де Солтүстік Американың оңтүстік-батыс бөлігінде орналасқан Мексика штатынан әкелінген қасқыр жидегі ағашы өсірілуде. Дендрологиялық саябақтың аумағы фаунамен байытылды. 20 тиын, 4 елік пен теңбіл бұғы, 10 тауыз құсы орын салып, аумағы өңдеуден өткен көлге аққу, қаз, үйрек сияқты құстардың 22 данасы мен 20 мың дәумаңдай балық жіберілді.